мен анам туған күні болады, анам Алматыға келу керек. Менде қалтамда ақша жоқ. Иә. Анама сыйлық жасағым келген. Үйде андай бір депрессовый бір состояние болады. Иә. Депрессияға кірген кезде, андай қиыншылық уақыт кірген кезде мен артқа қарай, яғни прошлое возвращаюсь, чтобы ана нәрседен шығу үшін. Мен кім болдым, мен қалай келдім деген сияқты. Сол кезде тіземді бүйтіп отырсам, аяғымда мынандай тыртық бар да. Ол тыртық андай жырылып кеткен ғой. Сол кезде есіме түсірдім. Анам келіп бүйтіп аяғымды үрлеп жатқаны деп болады ғой. Иә. Жазылады деген сияқты. Сондай состояние болды да, менде жүрегіме үрлешкі, мам, типа. Мәссаған. Сондай ситуация болды да. Мама, жүрегіме менің үрлеші, жаралардың бәрін емдеші. Мәссаған, денем тітіркеніп кетті. Жалғыздықтың суық бөлмесі, қараңғыда отырдым да. Мама, көрдім сатқындықтың бейнесін, махаббаттың мәңгі емесін, балалықтың болса кемесі, сол жаққа кеттік бірге, мама. Хочется андай обратно жүргім келеді, обратно андай өткенге қайтқыңыз келеді. Өткенге қайтқым келеді. Каждый адамның ойында осы бір әттеген-ай деген бір болады ғой өмірде. Сондай ситуация болды. И бұл әнді жазған кезде аранжировщик жігіт көзіне жас алды да, мен запись жазған кезде. Братына жазбай тұрайық деп тұрып кетіп қалды. Көзіне жас алып, аяқ не істеп жатты. И мен сол кезде түсіндім, бұл ән ерекше бір эмоция береді. Не только маған, ол басқа адамдарға да эмоция береді. И ол жерде мен өлеңдетіп те көрдім, жаңағы куплеттерін, то есть басқаша мотивпен. Но ойлана келе сөз адамға әсер етіп отқан түсіндім да, неге просто әңгіме айтпасқа анаң. Мам, есіңде ме құлаған бала кезде, жарақат қанқан тізе, жұбатқаның аяғым дүрлеп, бәрі жақсы болады балам деген сөздерің дәл солай жүрегім үрлеш, шаршадым. Мам, ары қарай типа мамаммен сөйлескім кетті сондай. И осы нәрсе қалып қойды, одан кейін барып анама ол әнді тыңдаттым, ол жылап, сондай ситуациялар болған.